Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Азиз Ибрахим. Мен математика мұғалімі. Бүгінгі математикадан өтетін тақырыбымыз бір айнымалысы бар қарапайым теңдеулер мен бөлшектер. Бір айнымалысы бар теңдеу. Бір айнымалысы бар теңдеу құрамында тек бір айнымалы болатын теңдеу. Мысалдар, түсіндіріп кететін болсам, x минус 7 тең 3. Мынау бізде тең. Осы жерде x табу үшін x-ті сол жақта қалдырып, қалған сандарды оң жаққа өткіземіз. X тең 3. Мына жақта алды минус 7 ғой. Бұл тең оң жағына өтіп, плюс 7 болады. Сонда бізде x тең 10. Келесі есеп. Бес x тең 15. Бұл жерде ортасында көбейту бар, бірақ біз оны жаза бермейміз. Бұл жақта x көбейту теңнің ар жағына өтіп, бөлі болып өтеді. Сонда x тең 15 бөлінген 5. Сонда бізде x тең 3 болады. Келесі есеп. X бөлінген 2 тең 4. Бұл жерде бөлінген соң теңнің ар жағына көбейту болып өтеді. X тең 4 көбейту 2. X тең 8 болады. Келесі слайдқа өтсек. Бөлшекті теңдеулер ұғымы. Бөлшек теңдеу айнымалысы бөлшекті бөлімінде кездесетін теңдеу. Мысалы 5 бөлінген x тең 10. Ешқандай санды нөлге бөлуге болмайды. Себебі ол ешқандай бөлсең де көбейтсең де өзгеріссіз қалады. Келесі слайд. Бірінші есеп. X плюс 5 тең 9. Мына біздегі плюс 5-іміз оң жағына минус болып барады. Сонда 9 минус 5 бізде 4 береді. Екінші есебіміз. 2x минус 7 тең 5. Мына жақта минус 7-іміз оң жағына плюс болып барып, 5 плюс 7 қосылып ол 12 болады. Мына жақта көбейту 2x-іміз теңнің оң жағына барып бөлі болып барады. Сонда 12-ні 2-ге бөлетін болсақ 6 береді. Үшінші есеп. X бөлінген 4 тең 3. Мына жер x табу үшін мына жақта бөлу 4-іміз теңнің оң жағына барып көбейту болып барады. Сонда x тең 4 көбейту 3. 12 береді. Төртінші есебіміз. 2 бөлінген x тең 1. Мына жақтағы бөлінген x-іміз теңнің ар жағына көбейту болып барады. Сонда бізде x тең 2 болады. Бөлшектермен жұмыс істеу ережелері. Бөлім болса, алымдарын қосып немесе азайтамыз. Әртүрлі бөлім болса, ортақ бөлімін келтіреміз. Осы тақырыпқа байланысты есептер шығарсақ. Мысалы, мына бір есепті тоқталып кететін болсақ. 1 бөлінген 5 қосылған 2 бөлінген 5. Ортақ бөлім беріп 5-тен. Сонда 5-тен 1, мынау 5-тен 1 болады. Сонда 1 плюс 2. Сонда 3 бөлінген 5. Келесі есеп. Ортақ бөлім бізде ең кішісі 6. Бөлім ең кішісі 6. 6-дан беріп, екеуінде 6 болғаннан кейін 2 азайтылған 1. Сонда бізде 1 бөлінген 6 болады. Келесі есеп. Бізде мына жерде байқасаңыздар, бөлімде 2 түрлі сан. Сол үшін де біздер оның ең үлкен ортақ бөлгішін алатын боламыз. Ол бізде, мысалы, 6 алатын болсақ. 6 ол 3-ке де бөлінеді, 2-ке де бөлінеді. 6 3-ке бөлетін болсақ, ол 2-ден береміз. Ал 6-ны 2-ке бөлсек, 3-ке береміз. Сонымен 2-ні 2-ге бөлсек 4, азайтылған 1-ді 3-ке бөлетін болсақ, ол 3. Тең. Сонда 4-тен 3-ті азайтатын болсақ, ол 1. Жауабымыз бізде 1 бөлінген 6 болады. Бүгін қорытындылай келе, біз теңдеу қалай шығатынын білдік, және бөлшектердің қалай шығатынын білдік, және теңдеу айнымалысы бар теңдіктерді түсіндік.
Есте сақтай келе, әр қадамда тексеру жүргізіп, түбірдің дұрыстығын анықтау керек. Осы сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Осы видеоға комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Үй жұмысын осы видео сабақтың астына ссылкада қалдырып кететін боламын.